Кайырлы күн, Косу бір подкастымыздың келесі санына қош келдіңіздер. Сәлем достар. Сәлем достар. Бүгінгі тақырыбымыз тіл төңірегінде болмақ, және де осы тіл төңірегінде біздің маманымыз Сайра көбісінде сөйлейтін болады. Таныстыра кететін болсақ, Сайра Россиядан жаңа тіл зерттеу, оның ішінде жаңа ағылшын тілі мұғалімі мамандығымен бітірген. Өзі ағылшын тілінде, орыс тілінде еркін сөйлейді, және де онымен қоса герман тілінде, және де қазақша мен моңғолшаны қосатын болсақ, 5 тілде сөйлейтін біздің жас мүшеміз. Ал енді Дәулетбек Дәклай досымыз айта кететін болсақ, Түркиядан бітірген, және де ағылшын тілінде, түрік тілінде еркін сөйлейді. Подкастымыздың осындай мүшелері бар. Ой, рахмет, мақтаған қараймын. Не жаңалықтарың бар, өзіміздегі жаңалықтан айта кетсек. Сол кезде болып жатқан жаңалықтар деп айта кететін болсақ, өз басымда демалысымда алып жатырмын деген бар. Жазғы демалысым. Подкастымыздың жаңалықтары болса, жаңа giveaway'imiz жақсы жүріп аяқталып, екі жеңімпазымызға сыйлықтарын табыстадық. Ал енді қатыса алмай қалып жатқан адамдар болатын болса, келесі жолдарына да қатысуларыңызға болады. Және біздің подкастымызды үнемі тыңдайтын адамдарымызға осы ойды пайдаланып, мыңда бір рахмет, көптен көп рахмет, әлде қолдаңыздар, тыңдаңыздар дегенді айта кетейік. Бұл giveaway туралы айта кететін болсақ, 2 жеті бұрын жариялаған болатынбыз. Және де өткен сол 7-ші күн анықтап біттік. Қатысқан бар достарымызға рахмет, және де жалпы жастарымызға айтарымыз, біз жастар үшін жұмыс жасап жатқандықтан, жастарымыз бізді қолдаса деген өзіміздің жаңа іштей тілегіміз бар. Сайдау деп жүгірген сияқты кішкене адамдар, жастар өз дамуы үшін біраз жүгіретін болса, жалпы әрбір адамның өзіне пайдалы болады деген ойдамыз. Бүгінгі тақырыбымызға қарай бағыттасақ, Сайраға сұрақ берместен бұрын сенен сұрасам тіке, бұл шетел тілін үйренудің пайдалары қандай болады сенің ойыңша? Шетел тілі деген жалпысы барлық тілдерді үйренудің өзіндік ерекшеліктері бар, өзінің артықшылықтары бар. Және тілді үйреніп жатқан адамның да өзіне алатын табыстар көп болады деп ойлаймын. Және бір жағынан айтатын болса, жаңа қазақта айтады ғой, жаңа бір тіл білсең бір адамсың деп. Оның түпкі мағынасын айтатын болса, жаңа бір тіл үйрендің, сен сол тілдің салтын үйрендің, сол тілдің салт-дәстүрін үйрендің деген сөз, яғни бір нәрсеге көзің біліп ашылып көріп жатсың деген сөз отыр ғой. Ағылшын тілін алып қарасақ та болады. Жаңалықтардың жаңа барлық нәрсе ағылшын тілінде осы көп табылатындықтан ағылшын тілін білдік деген сөз, жаңа бір тілді бір адамнан бұрын бір нәрсені қабылдап алып жатсың, өзіңнің жаңа білімің деңгейін арттырып жатсың. Үлкен ерекшелік екен үшін оның сыртында айта кететін болсақ, бір тіл үйрену дегеніміз бір басқа тілдегі мәліметті жинау, басқа тілмен сөйлесетін адаммен сөйлесудің сыртында жаңағы өзінің ойындағы бір ой жүйесін жақсартуына да үлкен себепші болатын нәрселердің бірі деп ойлаймын. Өйткені жаңағы тіл үйрену арқылы жаңағы ой қабілеті жақсарады. Сенің салаң болғандықтан саған сөз берсек, сен не деп ойлайсың? Негізі қысқа айтсам, менің ойымша, басқалардан бір қадам ілгері жүресің. Әрине басқалардың үйрене алмаған бір сені үйрену деген өте үлкен артықшылық. Сондықтан егер де саяхатқа шығып жатсаңыз да қандай проблема шықпайды деген сөз. Ең бер жағында айта кетсек, Енді бұл тілді қалай үйрену керек жайы? Өте қысқа сұрақ, деп үйренуге болады. Өкінішке қарай деп үйренуге болады деген бір сондай жауап жоқ. Тіл үйрену жолында негізі үш нәрсені өте жақсы білу керек. Біріншіде үйренетін адамның білуі тиісті сондай нәрселері бар, солар не деген жақсылау білу керек. Екіншіде үйрену үшін адам өзін алдымен дайындау керек. Қайтып дайындауға болады, сол туралы айтамыз. Ал үшіншіде тіл үйренетін жолдары бар. Сол көп жолдардан өзіңе жақын келетін жол таңдап алып, тұрақты жаттау керек. Басқа екеуі сәл менің ойыма тура түсе қалмады. Тіл үйренетін адам алдын ала жаңағы білуге тиісті нәрсе дегенде ол неме нәрселер болады? Негізі тіл саласы жағынан айтқанда, тіл үйренудің негізгі мақсаты ол тілді керектену. Осы мақсат негізі барлық адамдарға бір деген сөз. Жеке мақсат қарағанда дегенің ба? Жаңағы адамдар жалпы анда бару үшін, бір жаққа бару үшін немесе бір нәрсе істеу үшін тіл үйренемін деп айтады. Сыртынан қарағанда дегенің ба? Жеке мақсат. Белгілі бір мақсат үшін, керектену дегеніміз ол тілмен басқалармен сөйлесу, ол тілмен жазып, оқып, тыңдап түсіну деген сол туралы айтуға болады. Сондықтан тілде негізі 4 қабілет бар, ал тағы да 2 өте маңызды нәрсесі бар. Сол 4 қабілет не дегенде оқу, жаңа айттық, reading, және де жазу, writing, ал тыңдау, listening, сөйлеу, speaking. Осы қабілетті жақсарту үшін оқу керек, тағы да
сөз байлығын жақсарту, енді грамматикасын әрине жақсы түсіну керек. Тіл система болгондуктан негизи осы 6 нәрсе негизи бири-бирине өтө бірге жүреді. Осыны біріншіден негізі тіл үйренбес бұрын біліп алу керек деген ғой адам. Тіл негізі қысқаша айтсам, тіл үйрену деген жай грамматиканы 5 жыл жаттау емес болып отыр ғой. Біз негізі 10 жылдықтан грамматика, көбінде грамматика жаттай береміз да. Жазамыз негізі, біраз жазамыз, біраз оқимыз, бірақ та сөйлеу деген жоқ, тыңдау деген жоқ. Сондықтан осы екі өте маңызды қабілеті қалып отыр. 11 жылдықта осыған кезде мысалы ағылшын қатып отырқым және кем жоқ жақсымыз деп шықтық, мысалы мынандай жарысқа қатысып жүрдік. Бірақ та шынымен бүйтіп қарап көрген кезде жаңағы біз шынымен жазғанға жақсымыз, оқығанға жақсымыз. Бірақ жаңағы сөйлегенге бір өмірге шығып біреуге бүйтіп біреумен бір тіл ауысқанға аузымыз жаттық. Сөз ауысқанға жаңағы келмейді. Аузымыз жаттық. Оған нешерміз. Осы 6 нәрсе бірге жүру керек. Өте маңызды деген негізі тіл үйренгеннен бұрын жақсылап білу алу керек. Одан кейін жаңағы сен дайындалу керек дедің ғой. Қалай сонда? Жаңағы мына алдын ала білу керек нәрселерді білгеннен кейін дайындық болып кетпей ме негізі? Біріншіде осы жеке өзінің мақсатын анықтау. Мен мысалы шет елге бару үшін, сабаққа бару үшін ағылшын үйрену керек, немесе жақсы жұмыс тауу үшін деген сияқты. Соларын өзіңіз анықтап жазып алу керек те. Жеке-жеке өзіңізге, тек өзіңізге байланысты. Егер де соны жақсы түсініп алсаңыз, сізге үлкен бір мотивация болады да. Одан кейін тіл үйренгенде ешқандай сөйтіп жалқаураған деген сондай нәрселерді ұмыта бастайсыз. Екіншіде адам тіл үйренетін жоспар құру керек. Қанша уақытта, қандай дәрежеге жеткісі келеді. Мысалы алғашқы 2 ай алғашқы сатысына жетем, одан кейінгі 2 айда ортаңғы сатысына жетем деген сияқты. Және де күн сайын осындай сағатта осындай жаттығуды істейм деген сондай күндікті жоспарды тағы да құру керек. Маңызды жаңағы менің ойымша жаңағы андақтап жоспар құрғаннан кейін оны тұрақты жаңағы қайталау, ол жоспарды жүзеге асыру өте маңызды шығар. Өйткені қандай бір нәрседе тек тіл үйрену емес, қандай бір жаңадан өзіңе жаңағы нәрсе қалыптастыру, нәрсе үйренуге келген кезде ең маңызды нәрсе дердің біреуі онда осылар болып табылады ғой көбінесе. Әрине. Оның сыртында жаңа айтып жатсың, жаңа сатылары деп жатыр. Сол тілдің неше сатысы болады, оны қалай белгілейді, сол туралы айта кететін болсаңыз. Негізі әрбір тілде 6 сатысын айтуға болады. Бірінші A1, A2, B1, B2, C1, C2 деген сондай сатысы бар. Әрбір сатысында өзінің үйрену керек сондай грамматикасы, сөздігі керек денетін сондай сөздіктері бар. Соны негізі интернет арқылында немесе сұраусын деп айтамыз ғой, сондай жерлерге барып, қандай дәрежеде жүргеніңді анықтауға болады. Қазір интернетке бүйтіп тест теория English деп жаза болмаса шығып та келеді ғой. Интернет арқылы өзін тексеруге болады. Одан кейін тағы бір сұрақ бар. Жаңағы сен айтып жатсың ғой, жаңағы speaking, reading бар деп. Кейбір жастарымыз мысалы ағылшынша шынымен де өте жақсы сөйлейді. Бірақ та жаңағы жазғанда өте жаза алмайды. Сосын жаңағы грамматика білмейді. Бұларды ағылшынша біледі деп айтуға келе ме? Тіл саласы жағынан қарап айтқанда мен толық білмейді деп айтамын. Неге десең, тіл білу деген бір жалғыз сөйлеу емес болып отыр ғой. Жаңағы моңғол тілінде де ойлап көрейікші, мен моңғолша сөйлей аламын, бірақ та мен дұрыс жаза алмасам, кітап оқып түсіне алмасам, мен негізі толық білмеймін деген сөз ғой. Сондықтан осы қайта өш қабілет қалды ғой, соны тағы да жақсарту керек, үйрену керек деген сөз. Сөйтіп барып бір 100% толық үйрене аламыз. Жақсы. Мен алдыңа қосылып отыр. Енді әр адамның өзінің мақсатына жақсы сөйлем деген негізі жай саяхатқа жүргенге немесе жай жұмыс арқылында достармен сөйлесуге болады. Енді қайтадан оралып жаңағы бағанағы сен айтып отырған үшіншісіне келетін болсақ, тілді жалпы қалай үйренеді? Үйренетін мысалы жолдарынан айта кетсең. Қандай жолдар бар? Тілді үйрену жолдарына келсек, тілді негізі өте қызықты жолдармен үйрену керек. Бәріміз білетіндей, осы заманда тіл үйрену негізі бұрынғы заманмен салыстырғанда өте оңай. Неге десең, бізде интернет бар, телефон бар, YouTube, осындай бәрі нәрсені керектеніп тіл үйренуге болады. Сонда жаңағы интернетте мысалы дәл интернет бар екенін білеміз. Интернеттен дәл не алу керек? Не арқылы үйрену керек? Қандай мысалы сайт бола ма? Сайттар бар, негізі осы жолдарын айтқаннан кейін айта кетейін, жарайды сонда. Осы мен айтатын жолдарым сол осы 6 нәрсеге байланысты. Біріншіде сөз байлығын жақсарту үшін не істеу керегін айта кетейін, одан кейін грамматиканы қайтып жақсарту, одан кейін төрт қабілетін қайтып
сол тууралуу айта кетейин. Сөз байлыгын жаксартуу үчүн коспа сөздөрдү керектенип немесе сөйлем курастырып үйрөнүү керек. Коспа сөз Ол эмне деген сөз дегенде? Бир сөз жаттаганда мен ол сөздү кандай сөздөр менен кандай убакытта кай жерде керектенүү болот, сону түшүнүү керек деген сөз. Мисалы give деген бир сөз жаттап жатсаң, give money, give a gift, сыйлык берүү деген сөздөрдү косуп деп айтууга болот. Оган эгерде сөйлемге курастырып үйрөнсең, I always give you money деп бир сөйлем жазып туруп, бир сөздү жеке жаттамай, мисалы эки сөз бири-бирине коспа сөз кылып жаттап, жана коспа сөздөрдү бириктирип бир сөйлем кылып жаттап деген го, бир сөйлем. Сөйтүп эгерде сөйтүп жаттасаңыздар, мына сөздү мен кай жерде кайда керектенем дегенин билип турмун го, одан кийин аны эгерде жаңа сөз болсо, дурус айтылуун сөздүктөн карау керек. Агылшын тилинде өтө бир эрекчилиги бар. Ол эмне дегенде, сол сөздөрү жазылуунан өзгөчө айтылат. Жаңа сөздүктөрдө бир жазуулук турат го, мына бир чызгычанын ичинде. Косукчанын ичинде. Бирок да согон карап окуйм деген кезде албас адамдар окуй албайт экен. Деп окусаган бир кыйын жазуу болот. Буларды мисалы мен де бурун окуй алмайтын жагдайлар болгон. Мисалы жалпы тил билмейтин адам оны окуу үчүн кайтуу керек сонда. Оны негизи окуу керек жок. Миричилең адамдар кene билүү керек. Биз жай тил үйрөнүп жаткан адамдар энди Google аударуучуга туура сөзүңдү жазганда аудармасы да чыгып келет. Анын касында бир микрофондун сүрөтү бар да. Согон бассаң, ана сөздүн доорло немесе дурус айтылуу туура эстүүгө болот. Чын. Google Translate деген мисалы көптөгөн жаңа интернеттен табатын бир төрөлүн неме сайттардын баарында болот го көбүнесе. Бар. Огон коса тагы эгерде моңгол тилинде керектенем десеңиздер, Water Tell деген бар. Башка кандай жолдору бар? Энд грамматика тууралуу айта кетсек, грамматиканы жаксартуу үчүн негизи YouTube'ден, эгерде дарежең төмөн болсо YouTube'ден монголча немесе казак тилинде сабактар көрүүгө болот. Осы грамматиканы деп керектенүү керек деген сабактар көп бар. Ал осуган коса китапканага барып бир китаптын таңдап алып, содан өзүң деп жаттасаң да болот. Негизи кай китапты таңдайм деп уайымдау керек жок. Неге десең, ичиндеги жазылган контентинин баары бирдей болгосоң кийин кайсысын таңдасаң да негизи баары бир. Китаптан сондай дедиң го, соң китаптар көбөйгө кате жибермейт деген го, Бирок да интернеттен азыр тил үйрөнүү тууралуу маалимат издеп калган кезде өтө көп маалимат чыгат го. Өтө көп. Мисалы адам алдына сончама калың маалимат чыгып келген кезде кайсысы менен жүрөтүнүн билмей калат. Сонда сол тууралуу айта кетсең, калай таңдоо керек? Мисалы ол калың жолдун баардыгы менен жүрөм дейтин болсо, ол негизи алга баспайт го дейм мен. Жок, негизи интернеттен издегенде эң басында чыгып келип жаткан нерселер өтө керек, маңыздуу, негизи өтө дурус деген сөз. Сондуктан содорго кирип таңдай берсеңиз да болот. Тагы да тил үйрөнүп жаткан адамдар Америк немесе агылшындын сондай адамдардын чыгарган native speaker деп айтамыз го, содордун чыгарган сондай сайттарын керектенсе өтө жакшы. Мисалы бирөөнү айта кетсем, British Council Learn English деген бар. Осы өтө әдемі, осы сайтта бәр кабилетти, бәр немени, бәр грамматика, сонун бәрин жаттаса болот. Биз негизи линксин ана жерге коюп кетели, жогору жагыбызга. Сондуктан оңой болот го, тыңдаушыларга табуу үчүн. Жалпы жаңағы одан кейінгі айтып қойып тұрған нәрсеңіз шығар мүмкін. Жаңағы спикинг туралы. Көбінесе мысалы өмірде көп керектетін жаңағы ең пайдалы скилдердің бірі ғой жаңағы. Иә. Сөйлеу қабілетін жақсарту үшін біз әрине сөйлеу керек, аузымыздан сөз шығару керек, сөйлем шығару керек. Аз болса да уайымдамай-ақ. Мысалы бүгін мен 10 деген сөз жаттадым, иә. Сол 10 сөзді сөйлемге қосып, сөйлем қып, аузыңдан қатты шығарып сөйлеу керек. Егерде партнер бар болса өтө оңай, иә. Егерде жоқ болса уайымдамай, ананың алдына отырып өз-өзіңмен сөйлеп, сөздерді қатты аузыңнан шығарып, қатты сөйлеп аузыңды жаттықтыру керек. Жаңағы бұламалдар көбінесе үшін білмедік қой. Ал осыған қоса айта кетсем, өте керекті әдемі сондай әп дейміз ғой, әптерді керектенуге болады. Біріншіде Hello Talk деген өте әдемі аппликейшн бар. Осы еміне тегін кәдөлің Facebook салып өзіңнің аккаунтыңды ашып алып, одан кейін ағылшын тілін үйреніп жатқан басқа шет елдің адамдарымен деп хабарласып, чат жазып, сөйлесіп, видео колл деп сөйтіп, сол егер партнер жоқ болса, қасыңда сөйтіп интернет арқылы тағы да араласуға болады. Бір әдемі сайт. Оның сыртында мен бір есіме түсіп жатыр бір сайт. edX деген бар ғой. edX өте әдемі сайт қой, жаңағы әмбе. Оның ішіне көптеген жаңағы апалы сондай сұрақтар кіреді ішіне. Сондықтан edX-тен де көп қарауға болады негізі, өте пайдалы. edX негізі англия сұрқыт биш.
Жоқ, мысалы барлық түрлі сұрақтар оқыдық оның ішінде. Барлық негізі барлық түрлі сұрақтар. Не үйренген келеді, ішінде барлығы бар. Иә. Болды. Сондықтан өте керек. Біз тағы да линксін бәрін біріктіріп жоқ жағымызға тастай кетейік, иә. Иә. Жа сөйлем туралы айттық, енді writing бар, иә. Writing жазу қабілетін жақсарту үшін басқа сөздер осында ғылмай, иә. Егер де дәрежең төмен болса, мысалы A1, A2 болса, жай менің хоббим, менің үй ішім деген сияқты, менің жұмысым деген сондай оңай темадармен өзің не ойлап жатсың, соларыңды жазу керек. Егер де теріс жазып жатсың ба, дұрыс жазып жатсың ба білмей қалсаң, Gmail бар ғой? Gmailге түсірсең, сода теріс дұрысын негізі тексеріп береді. Немесе Google документ бар, Google документті ана текстін жаза қойсаң, қызылша астында сызылып, мына жерде теріс екен, мына жерде Word'ның өзінде қазіргі шығарып береді ғой. Иә, сондайларды егер де білмей жатсаңыздар, керектену керек. Жа тыңдау қабілетін жақсарту үшін бізде YouTube деген өте әдемі мұғаліміміз бар, иә. YouTube'те негізі барлық нәрсені тыңдауға болады. Я барлық өзіңнің дәрежеңе байланысты жай жазасың, иә. Listening for English деп, одан кейін A1 ма, A2 ма соңды жаза қалсаң, тура история ма, жай текст ма, бәрі шыға келеді да. Соны тыңдап, күнде 30 минут тыңдау керек. Одан кейін тыңдағанда негізі жай бір тыңдап өту емес, тоқтатып қойып, қайталап тыңдап, одан кейін субтитр бар ғой, субтитрмен тыңдау, түсініп тыңдау деген сияқты. Сондай жолдарды керектенсе өте жақсы болады. Оның сыртында жаңағы интернеттен қараған кезде шығып келеді ғой, көбінесе кино арқылы үйрену, кітап арқылы тіл үйрену деген сияқты. Бұларға сен қалай қарайсың? Көбінесе мысалы кино арқылы үйренген кезде астына жаңа субтитрмен үйрену керек деп жатады. Кітап арқылы үйренген кезде мысалы кітаптың сөздерін жаттау арқылы, шығып келген жаңа сөздерді белгілеу арқылы үйренеді деп жатады. Сен бұл туралы қалай ойлайсың? Негізі тіл үйренгенде жалғыз бір жолды ғана керектенуге негізі болмайды. Жалғыз кино көріп, негізі тіл үйрене алмаймыз, мен тура айтсам. Бәрін 2-3 жолдарды деп бірге алып жүру керек та. Кино көресің, аптасында 2-3 рет, немесе кітапты да оқу керек, подкастты да тыңдау керек, application'ды де керектену керек. Ол үшін бізге жоспар құру керек та. Жаңағы кино көру мысалы жаңағы адамның listening жақсартып жатыр, мысалы кітап оқу reading жақсартып жатыр деген сияқты. Кино көріп тіл үйренгенде бір кемшілік бар, ол не дегенде біз астындағы жазуынан бұрын дұрысын қарап бір сағат өткізе салу маңызды. Сондықтан мүмкіндік бар. Сондықтан егер де кино көріп ағылшын жақсартамын деп ойлап жатсаң, киноды 1 минут жүргіздің ба, тоқтатып алып, ана актер не қайтып айтып жатыр екен, соның актердің артынан бірге айтып, білмейтін сөздеріңді аударып, дефтерге, кәдуіліңге жазып алып, сөйтіп негізі бәрін бірге жаттап, сөйтіп ғана жақсартуға болады. Әйтпесе жай кино көріп жүре бересің, 10 жыл көресің, егер де түсінбей жатсаң, сөйтіп дұрысын көріп ғана жүре бересің. Ең біріншіден менің жаңағы listening жақсарған болады. Қалай жасады деген көбінесе TED Talk тыңдайтынмын. Сосын жаңағы кино көретінмін. Кино көргендіктен жаңағы үнемі тыңдап жүретін болғандықтан жаңағы бірінші рет түсінбесең де екінші рет түсінесің деген сияқты жақсарып кетеді екен. Бірақ та listening жасаса келесі жағы мысалы сондай ілгері кетпейді. Біреу қалып қойып жатады, иә. Негізі кино көріп бастаған дегенде мен бір қосып айта кететін болсам, негізі алдымен кішкентай балалардың мультфильм көріп бастайтын болса жақсы. Өйткені солардың айтулары анық шығады да. Мен мысалы үлкен адамдардың киносын көрген кезде олар жаңағы эмоционды сөйлейді, кейбір сөздер жоғары төмен дауыс болғандықтан, одан кейін кірген сөздер көп болғандықтан белгісіз естіледі да. Эмоцияға қарап түсіне беремін де. Қуанып жатыр деп түсіне бересің. Ал енді баланың киносынан қарайтын болсаң, сөздер анық шығады. Иә, анық шығады, өте дұрыс. Сол жағынан болғанда. Иә, дәрежеңе байланысты деген сөз ғой. Бала негізі көбінде оңай сөздермен сөйлейтін болады ғой, иә. Сондықтан A1, A3 немесе B1-дің сондай сөздерін керектеніп жатыр. Сондықтан түсінгенде өте оңай болады деген. Оқу қабілетін жақсарту туралы айта кетсек, әрине кітап оқу керек. Ағылшында кітап оқисыз, егер де табылмай жатса сыртта, иә. Бір әдемі сайт бар. Сол қандай сайт дегенде English e-reader деген бір әдемі сайт бар. Соған кірсеңіз, иә, дәрежеңізге байланысты әрбір деген кітаптар оңай кітаптар ұсынып тұрады ғой. Содан кәдімгі қайта аккаунт ашасыз, кіресіз, кітабыңызды таңдап, интернет арқылы онлайн оқи бересіз деген сөз. Тартып алуға да болады.
Негизи подкасттын аягына да таяп келебиз. Жаңадан тил үйрөнөм деген адамга жалпы акыл кеңесин кошумча айтатыңыз. Негизи уже айтып кеттик, согон косуп айтсам, биринчиде өзүңүздүн максатыңызды чыгарыңыз, максатыңызды аныктаңыз, экинчиде жоспарыңызды куруңуз, одан кийин өзүңүз кай дарежеде жүргөнүн тагы да үчүнчүдө аныктау керек. Төртүнчүдө бастаңыз. Столдун артына отуруп окуп бастаңыз. Одан кийин биздин жаңы әрине турактуу болуу керек. 6 ай турактуу иштөө керек. 6 айдан осундай дарежеге жетем деп, эгерде максат коюп жатсаңыз, турактуу 6 ай иштеңиз. Истегенде биздин жаңы айтып өткөн 4 кабилетти жаксартуу үчүн осундай нерсе иштөө керек. Грамматика, сөз байлыгын жаксартуу үчүн осундай сайттарды керектенүү керек деген суалдарды керектенип жазып алып, сөйтүп турактуу иштей бериңиз. Негизи түшүнүктүү болду. Кортундулай айта кететін болсак, жалпы тил үйрөнүү сонча кыйын нерсе эмес, бирок да оңой да нерсе эмес. Турактуу жүргөн ар бир адамдын колунан келетін нерсе деген кортундуга жетүүгө болот деп ойлойбуз. Эми биринчи төзүмдүүлүк керек, экинчиси болгон кезде мен де кортундулап кыскача айта кететін болсам, күндөлүктүү өмүрүнө киргизип чыгуу керек деп ойлотун адам. Күндөлүктүү мисалы, мен бир жакшы билетін адам бүтүп жаттайтын. Калактын сыртына калактын атын жазып, чынның сыртына чынның атын кичкентай скотчтап коюп, китаптын сыртына китаптын кок салгычтын сыртына кок салгычтын атын жазып жаттып, солардын бүткүлүн керектенип, өмүрүнүн бир бөлчөгү болдуруп чыдайтын болсаң, ол сенин үйрөнүп чыдайсың деген түшүнүк. Негизи түн уктабай жатканда ол тил басыңызда ойноп жатуу керек да, сүйтүп турактуу жакшы, эгерде жаттай алсаңыз, сонда рефлекс кылып өзүнө отуруп чыдау керек. Жакшы результат. Жаттоо деген кезде менин оюма бир нерсе келди. Адам чында жатпай жаткан кезде бир сөздүктөрдө бир нерсени карап кайталап жататын болсо, таңертең түнү менен сол миинде сакталып турат дейт. Таңертең бир ирет сону кайталаган кезде нагыз токтойтун мүмкүнчүлүк болот дейт. Сондықтан ондай бир амалда керек денүүгө болот. Жарайсыз. Башкысы турактылык. Подкастыбыз негизи бир тайда узакка созулуп кетти. Тил үйрөнүүдө өзүңүздүн өмүрүңүздүн бир адети кылатын болсаңыз, ал әрине сизге жемишин берет деген ойдамыз. Әрине. Әдет табыстарда келет деп өткөн подкастта айта кеткенбиз, ал бир бул мисал деүүгө болот. Биздин энди косуп айта кететін болсак, биздин ар такырыбыбыз болгон кезде бири-бирине байланыштуу, адамдын өмүрүнө керектүү такырыптар болгондуктан, мынау энди сыртын такырыбына коюп, мына осундай экен демей, баардыгын тыңдай жүрөт болсоңуздар, әрине өмүрдөрүңүзгө бир кереги болот. Сондықтан эгерде подкаст унаган болса, лайк басыңыздар, достарыңызга шер иштеңиздер. Бөлүшүңүздөр. Жана да сурактарыңыз болсо, коммент кесигине жазуударыңызга болот. Жана да келесі жолу осундай такырыптар иштесе экен деген ойдарыңыз болсо да калтыруударыңызга болот. Эгерде сурак бар болсо, жооп бере алам. Бул подкастты сиздерге жүргүзгөн мен Чынарбек уулу Давлетбек. Жана да мен сураган уулу Тилейкан. Зулфкар кызы Сайра. Келесі санда жүзөскенче кош сау болуңуздар.